Мен өзім ойлаймын, біздің кейбір адамдардың ісінің жүрмеуі де тап сол қарғысқа байланысты шығар. Кезінде Омарға біреу келіп, менің балам жаман болды дегенде, балаңды қарғап берді кішкентай кезінде дегенде, иә, сол тілегің қабыл болған деген. Әсіресе бұл әкелерге қатысты деп айтар едім. Ананың қарғысы боқ деп қоямыз ғой, бірақ сөйтсе де ананың да сөзі сарапталу керек. Періште аумин деп жіберсе, ол аумин дейтін анық. Онда көктемегір, өспегір, өліп қағыр, атаңа нәлет деген сөздер, бұл атаңа лағынет деген сөз ғой, енді қандай бір ауыр сөздер. Сол тілегіңіз қабыл болып кетсе, басыңызға қайғы келеді. Бұл қайғы және тез келеді. Тез келеді. Бұның өкініші бұл дүниеде тәуба қылумен жабылмайды екен, бұл орындалмайынша. Өзі адамның 3-4 күнә бар, адам бұл дүниеде жазасын көреді оның.